Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен 3-4 айлық балаға жасалатын жалпы массажбен бөліспекшімін. Алдымен каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Біріншіден нәрестені дайындап аламыз, үстін шешіп, майымыз дайындап аламыз. Мен бұл жерде персиковый маслоны қолдандым. Ол майға баланың ешқандай аллергиясы болған жоқ, және ол өте жеңіл жағылады, қалып қоймайды. Сондықтан да осы майды қолдандым. Ал сізде қандай май болса, соны қолдана берсеңіз болады. Тек балаға аллергия бермесе болғаны. Бұл бала негізі 3,5 айлық бала. Негізі диагнозы гипотонус, яғни тонусы төмен болатын. Бүгін біздің массажымыздың 9-шы күні, және де балада ишемический синдром. Яғни ол бала басын нық ұстай алмайды. 3 айлық бала уже басын ұстап көтеруі керек. Бүгін массаждың 9-шы күні болғандықтан балада массаждың оң әсері көрініп жатыр. Яғни бала мойнын басын ұстап, және де тонусы жақсарып келеді. Және де бұл балада гипоксия бар, яғни оттегі жетіспеушілік. Ол баланың мраморный кожасымен көрінеді. Әрдайым массаж жасаған кезде төменнен жоғары қарай жасаймыз, яғни лимфа ағынының бойымен. Және ең бірінші қыздырып алпар жасауымыз керек. Қыздырып болғаннан кейін терең түрде бұлшықеттерге массаж жасаймыз. Мен бұл жерде ЛФК-ны сразу қосып кеттім. Өйткені қызып тұрған жерге ЛФК-ны жасайтын болсаңыз, әсері оң болады. Сондықтан да жергілікті ЛФК-ларды бірден қосып жасадым. Бірінші осы сол аяққа, оң аяққа, сосын екі қолға және баланың ішіне массаж жасадым. Сосын баланы ішімен жатқызып, екі аяғына, екі қолына, арқасына, ең соңынан басына массаж жасап, ары қарай ЛФК-мен аяқтадық. Және массаж жасап болғаннан кейін баламен фитбол добымен ойнаттым. Яғни ол бала массаж жасаған кейін денесін қатайтып алады. Соны босату үшін фитбол добына ойнаттым. Фитбол добы денедегі қысымды жақсы түсіреді. Және бұл видеода мен видеоны тездеттім, ал сіздер асықпай жасаңыздар.
Баланың қолына массаж жасап болғаннан кейін баланың кеудесіне күш түсірмейміз, яғни оған қатты массаж жасамаймыз, тек бір сипап өтсек болғаны. Бұл жаттығу баланың ауынуына тез көмектеседі.
Егер балаңызды осылай екі аяғын ішіне қарай бүгіп, яғни құрбақа сияқты жатқызатын болсаңыз, балаңызға ерте еңбектеуіне көмектесетін боласыз. Және баланың арқасын жасаған кезде омыртқа бағанына күш салуға болмайды. Және де кішкентай балаларда жауырын жабысу деген болмайды. Ол тек арқа бұлшықеттердің гипертонусы болады. Ол кезде жауырынды ашып, жауырынның астына қол салудың мүлде қажеті жоқ. Өйткені ол кейбір балаларда физиологиялық гипертонус болып табылады. Осы ЛФК-ны жасау арқылы баланың арқа бұлшықеттерін қатайта аламыз. Видеом пайдалы болып ұнаған болса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз.